сөзі бойынша, Айша бибі мен Қарахан түркі хикаялар атадан балаға мұра болып, біздің заманымызға дейін жетті. Айша бибінің көркіне ақылы сай сұлу болған. Қараханның атақ абыройы дүниені дүр сілкіндіріп тұрған елінің құдіретті патшасы болған батыр. Айша бибі мен Қарахан екеуі бір-біріне ғашық болып қалады. Ал Айша бибінің әкесі Айғожа Қараханмен қас болады. Жаугершілік зұлым заман атты болса да, бір сен үшін жаным құрбан. Егер жарым болмасаң, өлемін. Ендеше қашайық. Айша бибінің шексіз махаббаты ештемеге қарамастан Қараханның ауылына жол тартады. Айша бибінің әкесі Айғожа бұйрық береді, Айша мен Қараханды өлтірсін деп. Айша мен Қарахан аса өзеніне аттарын демалтамыз деп тоқтайды. Айша соны пайдаланып, суға шомылып жатқанда, оны көрген Айғожаның жендеттері Айшаның сәукелесіне улы жыланды салады. Сөйтіп, Айша киімін киіп жатқанда, сәукелесінен шыққан сор жылан аяғын шағып алады. Оны көрген Қарахан есінен танып, бір сен үшін жаным құрбан. Егер жарым болмасаң, өлемін. Әлсірей бастаған Айшаны молдаға апарып, некесін қидырады. Айша бибі осы жерде Қарахан батырдың қолында көз жұмады. Қайтыс болған жеріне мазар тұрғызады. Қарахан өзіне де мазар салғызады. Бұл екі мазар Тараз қаласынан 18 шақырым жерде орналасқан. Қараханның кесенесінің есігі оңтүстік батысқа, Айша бибінің кесенесінің есігіне қарама-қарсы қарап тұрады. Кесенелерінің төбесіндегі айдың өзі де бір-біріне қарап тұрады. 1979 жылы жаңа кірпішпен салынды. Сол заманның ұсталары, шеберлері құрылыстарды жасай білген. Өз геометриялық дәлдікпен салынған мазар Қарахан мен Айша бибі екеуінің бір-біріне берген серттерін осы екі мазарға қарап дәлелдеп айтуға болады. Айша бибінің адал күтушісі Бабаджа хатун. Айшаның кесенесін күтіп жүрді. Бабаджа хатун қайтыс болған соң Айшаның қасына жерленді. Осы тарихи ғимарат ол Айша бибінің кесенесі. 11-12 ғасырдағы Қараханның әулеті хандығымен билеген кез. Біздің мемлекеттің өскен уақыты. Сол кезде біздің сәулет өнер туындылары қалыптасты. Айша бибінің кесенесінің ою өрнегі 62 түрлі болған. 30 түрлі өрнекті кірпіштер пайдаланған Қараханның кесенесіне 19 ғасырдан 1990 жылына дейін сақталған. Ал 1906 жылы жаңартып жөндеді, бірақ бұрынғы салған кесенеге ұқсамайды. Осы тарихи ғимаратты қарау үшін шетел саяхатшылары көруге асығады, ал отандастарымыз Құран бағыштап бас иеді. Ежелгі Тараз ескерткіштері қорық мұражайына кіреді. Қараханның әулие ата атануы жергілікті халықтың берген атағы. Осы тарихи ғимараттарымыздың рухани байлығымызды сақтап, қорғап, бой көтердік. Ол тәуелсіз ел болғасын.